Амансыздар ма оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын. Баршаңызға рахмет. Құдайдың құдіреті. Доктор Марк деген әйгілі онколог дәрігер болған. Бірде ол ұшақпен басқа қалаға маңызды конференцияға аттанады. Алайда 1 сағат өткен соң ауа райына байланысты ұшақ экипажы өзге әуежайға қонуға мәжбүр болады. Дәрігер Марк конференцияға үлгеру үшін көлікпен жолға шығады. Көп ұзамай ауа райы нашарлап, қатты дауыл басталады. Нөсер салдарынан навигаторда интернет дұрыс істемей адасып кетеді. Марк 2 сағаттық жолдан шаршап шалдыға бастайды. Сөйтіп жүріп, ол кішкентай үйге тап болады. Көліктен шығып, есікті қағады. Есікті бір әйел ашады. Дәрігер жағдайын айтып, үй иесінен қоңырау шалу үшін телефон сұрайды. Әйел телефон жоқтығын айтып, ауа райы жақсарғанша үйінде тұрақтауына болатынын айтады. Шаршап қарны ашқан Марк ұсынысты қабылдап, ішке кіреді. Әйел қонаққа ыстық шай беріп, асын ұсынады. Дастархан басында отырып, шай ішіп отырып, дәрігер кереуеттің жанында әйелдің жыламсырап, дұға етіп жатқанын байқайды. Дәрігер әйелдің көмекке мұқтаж екенін түсінеді. Сіз Құдайдан нақты не қалайсыз? Құдай сіздің өтініштеріңізді естиді деп ойлайсыз ба деп сұрайды әйелден. Әйел қайғылы үнмен: кереуеттегі бала менің ұлым. Сирек кездесетін қатерлі ісік ауруымен ауырады. Және бір ғана дәрігер бар, оны емдей алатын. Оның есімі Марк. Бірақ менде оның еміне ақшам жоқ. Ол дәрігер де шалғайда тұрады. Құдай менің дұғама әлі жауап берген жоқ. Бірақ мен ешқашан үмітімді үзбеймін, дейді ана. Есеңгіреп үнсіз қалған доктор Марк Құдайдың құдіреті-ай деп жылап жібереді. Ол бүгін өзімен болғанының бәрін есіне алады. Ұшақтағы ақаулық, қатты жаңбыр, көлікпен адасып кетуі, мұның бәрі жасалған дұға мен Құдайдың жауабы екендігін ұқты. Осылайша балаға шипа қонды.